Қайырлы күн білім алушылар. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы тілді оқытудағы жаңа технологиялар. Дәрісіміздің мақсаты қазақ тілін тиімді оқыту жолдары, оның басты қызметі, әдістеме, оқыту үдерісі, оның зерттейтін мәселелерді туралы мәлімет беру және қазақ тілін оқыту қағидаларын топтастыра отырып, әдістер мен кестелер жайлы ақпараттармен шолу жасау. Пайдаланатын әдебиеттеріңіз белгілі бір қазақ тілі мен отандық және шетелдік әдебиеттердің қандай еңбектерді қолдануға болады деген мәселелерді осы слайд барысынан қарап аласыздар. Тілдерді қолдану мен дамытудың жалпы тұжырымдамаларында қазақ тілін тиімді оқыту жолдары бірнеше түрін қарастырады. Олар қандай оқыту жолдарын атап өтуге болады? Түсіндіру әдісі, кітаппен жұмыс істеу әдісі, көрнекілік әдісі, демонстрациялық әдіс, жаттығу әдісі, сөздік әдісі деген әдістерді қолдануға болады. Жалпы классикалық өзіміздің алғашқы еңбектерде, әдістемелік еңбектерде осы әдіс тәсілдерді ерекше қолдануға болады. Қазіргі әдіс тәсілдеріміз сол бұрынғы әдіс тәсілдердің негізінде жақсалықталып отырған белгілі бір дәрежедегі оқушыға білім алудағы қолданылатын тәсілдер. Оқыту әдістерінің басты қызметі не? Жаңағы саралап шыққан. Бұл оқыту, ынталандыру, дамыту, тәрбиелеу, ұйымдастыру арқылы білім беру, іскерлікті жасау көзі. Оқыту әдістерін қолдану барысында мұғалім оқулықтарды, көрнекі құралдарды, нақты объектіні, дидактикалық материалды, техникалық оқыту құралдары, оқу кабинеттеріндегі нақты нысанды қолға ала отырып, сабақ жоспарын жоспарлауды негіздеуі тиіс. Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқытудың оқыту мақсаттары қазіргі таңда жаңартылған білім беру мазмұны негізінде қарастырылып отыр. Оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары дағдылар мен қалыптасқан құндылықтарға негізделіп отыр. Сондықтан да мұғалімге арналған нұсқаулық бойынша білім ғылым министрлігіндегі арнайы дайындалған осы стандарт негізінде қазақ тілін коммуникативтік, тілдік, мәдени танымдық біліктілігі дамыған дара тұлға даярлауға мүмкіндік туғызуда, оқушылардың пікірін айту, ауызша, жазбаша сауат сөйлеу, қоғамның өзге өкілдерімен дұрыс қарым-қатынас жасау, яғни қазіргі прагматизм мәселесіндегі оқушы мен білім алушы арасындағы қарым-қатынастың игерілуін талап етіп отыр. Әдістеме дегеніміз не? Әдіс дегеніміз не? Демек, белгілі бір білім берудің қолданылатын оқушы мен мұғалім әрекетіндегі іс әрекеттің тиімді тәсілі болып табылады. Оның зерттейтін бір саласы қолданбалы ғылым болып табылады. Педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мазмұны негізделіп, ол оқытудың тиімді әдістеріне негізделеді. Білім беру мазмұны жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру үшін және оқытуда білім алушыларға білім беру үшін оның дамыту мақсатына бағытталған алдын ала жоспарланған іс-әрекеті болып табылады. Оқыту үдерісінде білім беріп, тәрбиелеу және дамыту отырып, оқытушы мен білім алушы арасындағы мақсаттағы, яғни нәтижелі мақсаттағы іс-әрекеттерге жөн сілтеуіміз қажет. Оқыту әдістемесі мына мәселелерді зерттейді. Оқыту кезінде білім алушылардың білімді меңгеру деңгейі, ойының дамуы мен тәрбиелену қалай ұштасады? Мақсаттары не? Не үшін оқытамыз? Құралдары ненің көмегімен оқыту керек? Мазмұны нені оқыту керек? Ұйымдастырылуы қалай оқыту керек? Демек, қазіргі кезеңдегі оқытудың, оқу білім берудің білім алушыларға ненің көмегімен оқыту керек мәселесі күн тәртібінен түспей отыр. Қазақ тілін оқытудағы қандай тәрбиелік мақсаттарды қолға аламыз? Тілдің адам қоғамымен бірге жасасып, өмір сүретін, қоғам үшін қажетті қарым-қатынас құралы болатындығын түсіндіру, студенттердің салт дәстүрге құрметпен қарау сезімдерін қалыптастыру және тілдік құбылысқа көзқарасын қалыптастыру. Демек, қоғамдағы болып жатырған қазақ графикасына негізделген латын әліпбиінің
қабылдануы, ондағы қоғамдағы тудырып отырған мәселелер, өзекті мәселелер, осыншалықты тіл мәселесінің жолға қойылуындағы қандай қағидаттарға сүйену қажет деген мәселелері не балалармен бірге пікір таласа отырып сабақ дәрісіне мән беру. Тілдің жан-жақты дамуына жасалып отырған жағдайдың қазақ тілінде мемлекеттік тіл дәрежесіндегі қолданыс, қазақ тілінің ғылыми тілге айналуы, ғылыми тіл айналымына айналуының көзделуі осы тілдік мақсаттарға негізделген, ғылымиға негізделген дәрістерді беру болып табылады. Қазақ тілі сабағында студенттердің танымдық қабілеттерін дамыта отырып, олардың ана тіліне деген қызығушылығын, байқағыштығын, тілдік проблеманы өздері шеше алатындай, өздері ғылыми негізде пікір бере алатындай, жинақты түрде құбылыстарға өз бетімен тіл фактілерін талдау іскерліктерін қалыптастыруға жетелеуіміз қажет. Қазақ тілі пәнінің міндеттері демек толық сауатты мамандар даярлау, студенттердің шығармашылық күштерін, танымдық қабілетін өздігінен жұмыс істеу дағдыландыруымыз қажет. Оқыту қағидалары бойынша қазақ тілін қандай қағидалар топтастырылады? Ғылымилық, жүйелік, көрнекілік, теорияны практикамен ұштастыру, өмірмен байланыстыру, түсінуге жеңіл қолайлық ұстанымдарын, саналылық және оқытудың психологиялық ахуалдарын елестетіп және ескере ұсынылады. Көрнекілік әдістеріндегі қазіргі пандемияға байланысты оқу платформаларының қолданыстарын, кестелердің, грамматикалық кестелердің деңгейі өздеріңіз көріп отырған. Және де саналы түрде тілді меңгеру үшін жұмыс түрлерін қандай іске асыруға болады? Тілді меңгертудегі сауаттылық, олардың түсіндіру кезінде белгілі бір нысандардың толық қамтылуы, күнделікті өмір қажетіне қарай практикалық дағдыларды қалыптастыруы машықтануымыз керек. Дидактика тарихында оқытудың 3 түрі: түсіндірмелі, бағдарламалы, проблемалық түрі бар. Міне осы негіздегі мәселелерді біз қамтып білуіміз керек. Демек, осы реттерде орындалатын жұмыстардың барлығы шығармашылық, педагогикалық негізге сүйенеді. Белгілі бір мұғалімнің жаңа білімді меңгертудегі олардың қолданыстағы шешу жолдарын және белгілі бір тәсілдерді іздеп, белгілі бір нәтижеге жету осы білім алушы мен оқытушы тарапындағы оқу үдерісіндегі ең бірінші орынға қойылып отырған жұмыстың түрі болып табылады. Сондықтан қазіргі таңда қазақ тілін оқыту технологияларын бейне сабақтар арқылы цифрлы Қазақстанға негізделген оқу платформалары негізінде оқыта отырып, және әрбір білім алушының сол негізде әдістемелік бейне баянын жасау біздің бүгінгі күніміздің талабы болып табылады. Құрметті білім алушылар, қазақ тілін меңгертуді қалай жолдары бар? Оқушылардың қоғамдағы меңгеріп тілді меңгеретін адамдардың жас ерекшеліктеріне қолданыла отырып, әдіс тәсілдердің түрлерін, бірнеше түрлерін өздеріңіз болжап, ғылыми негізде жасап, кейс стади жасауға тапсырамын.